Бесіктің атын не үшін көшпенді? Мынау осы чемодан болып жиналады, салмағы 9 килограмм, жолға жүруге өте ыңғайлы болғасын бұның атын көшпенді деп қойдық. Бұл аққайың шпонынан жасалады. Шпон дегеніміз бір-біріне қабат-қабат жабысқан аққайың, таза аққайың ағашы ғой. Мына біздің оюымыз, мына логотипіміз асық. Енді бұны құру үшін екі жаққа жатқызамыз. Сосын екі жаққа былай ашып аламыз. Сосын барып мына екі қапталын көтереміз. Бел ағашының ішінен осындай ағаш шығады ғой бүйтіп. Сонда мына бүйтіп істегенде мынау қатырып қоясың мына астындағысын. Сосын мынау тұтас болады. Бесікті көтере бересің. Сосын нан саламыз. Нан саламыз. Сосын мына екі үкісін қатырып қоямыз. Сонымен бесігіміз дайын. Тез құралып, тез жиналады. Сол үшін көшпенді. Ешқандай шиқылдамайды, бұлқылдамайды еш жері. Бұл бесіктің бағасын білгіңіз келсе, біздің парақшамызға тіркеліп, міндетті түрде сосын біздің менеджерлерге жазыңыз.